Сәлем достар, бүгін мен сіздерге ең қиын есептердің бірі болып табылатын, жандарыңызға бататын, түсінбейтін тақырыптардың бірі өзендегі қозғалыстарға арналған күрделі есептерді назарларыңызға ұсынамын. Видеоны соңына дейін көріңіздер, өздеріңізге қажетті пайдалы ақпараттарды табатын боласыздар. Олай болса, бастайық сабағымызды. Яғни алдымен ең бірінші мен сіздерге формулалармен, ең негізгі формулалармен бөліскім келеді. Яғни жылдамдық ағыспен жылдамдығын қалай табамыз? Яғни меншікті жылдамдықты қосамыз ағыстың жылдамдығын. Бұл ағыспен бірге баратын жылдамдық. Ағыстың жылдамдығын қосқанда, ағысқа қарсы жүргендегі жылдамдығын қалай табамыз? Меншікті жылдамдықтан азайтамыз ағыстың жылдамдығын. Сонда бізге ағысқа қарсы жылдамдықты табамыз. Келесі, меншікті жылдамдықты қалай табамыз? Меншікті жылдамдық деп тұрғанымыз ағыспен жүзгендегі жылдамдықты қосамыз, ағысқа қарсы жүзгендегі жылдамдықты қосамыз да екіге бөлеміз. Қосып екіге бөлгенде меншікті жылдамдық шығады, ал екеуін азайтып екіге бөлгенде ағыстың жылдамдығын аламыз. Осы формулаларды шатастырмаймыз. Екі ағыспен және ағысқа қарсы жылдамдықты қосып екіге бөлсек меншікті жылдамдық шығады. Ағыспен жүзгендегі жылдамдықтан ағысқа қарсы жүзгендегі жылдамдықты азайтып екіге бөлсек ағыстың жылдамдығы шығады. Осы төрт формуланы пайдалана отырып келесі есептерді шығаратын боламыз. Олай болса, мен сіздердің оқулықтарыңыздағы 337 есепті алдым. Бұл жерде өзен жағасындағы А және Б пунктінен А мен Б пункті берілген. Сол пунктті сал 18 сағатта жүріп өтеді, ал катер оны 2 сағатта жүріп өтеді. Ендігі сұрақ, көлде жүзген катер осы ара қашықтықты, дәл осы ара қашықтық қанша уақытта жүзіп өтеді? Соны табу керек, уақыт табуымыз керекпіз. Қалай табамыз? Ол үшін А мен Б пунктінің ара қашықтығын біз 1 километр деп қабылдаймыз. Бізге не берілген? Бізге салдың жылдамдығын табамыз, уақыты берілген жылдамдық табамыз. 1 бөлінген 18, яғни қашықтықты бөлеміз уақытқа, біз жылдамдық табамыз. Яғни бұл бізде не? Бұл бізде ағыстың жылдамдығы болады. Келесі, ағысқа қарсы жылдамдықты табу үшін қашықтықты бөлеміз уақытқа, яғни 1 километрді бөлеміз 2 сағатқа, біз ағысқа қарсы жылдамдықты табамыз. Енді табуымыз керек біз меншікті жылдамдықты тапсақ, арғарда уақыт табамыз деген сөз. Түсінікті ғой? Енді қай формуланы қолданамыз? Мына формуланы қолданамыз, яғни ағысқа қарсы жылдамдықтың мына формуласын қолдана отырып, біз мына меншікті жылдамдықты табуымыз керекпіз. Меншікті жылдамдық табатын болсақ, біз арғарда уақыт табамыз. Кеттік, олай болса жазамыз. Ағысқа қарсы жылдамдық 1 бөлінген 2 тең болады. Меншікті жылдамдығы 1-дің x-қа қатынасы, яғни уақыт бізді x деп белгілеп алдық. Азайтылған ағыстың жылдамдығы 1 бөлінген 18. Енді 1 бөлінген x тең болады 1 бөлінген 2 қосылған 1 бөлінген 18, 1 бөлінген x тең болады, ортақ бөлімге келтіреміз. 18, 10, x тең болады 1,8 сағат. Яғни t бізде тең болады 1,8 сағатқа. Яғни көлде жүзіп өтсе, катер осы А мен Б пунктін қанша уақытта жүріп өтеді екен? 1,8 сағатта жүзіп өтеді екен. Келесі есеп, 341 есеп, бізге берілген катердің ағыспен жылдамдығы берілген, А пункттен Б пунктіне шыққан. 4 сағатта жүріп өтеді, екі пунктің арасын, ал ағысқа қарсы жүзгенде 6 сағатта жүреді. Дәл осы ара қашықтықты бөрене 3 сағатта ағыспен жүзген кезде, 3 сағатта осы ара қашықтықтың қанша бөлігін жүзіп өтеді? Сұрақ. Яғни ара қашықтықты табуымыз керек біз. Қанша уақытта? 3 сағатта жүргендегі қанша бөлікті жүрді осы ара қашықтықтың, соны табуымыз керек. Неден бастаймыз? Ал ең бірінші жылдамдық табамыз. Яғни ағыспен жылдамдығы В. Ағыспен жылдамдығы бізде қанша болады? 1 бөлінген, яғни ара қашықтықты 1 километр деп алсақ, 1 бөлінген 4 болады. Километр сағат. Келесі,
ағысқа қарсы жылдамдығы 1 бөлінген 6 км сағат болады. Енді бізге нені табуымыз керекпіз? Біз ағыстың жылдамдығын, бірінші ағыстың жылдамдығын табуымыз керекпіз. Қай формуланы қолданамыз? Міне төртінші формуланы қолданатын боламыз. Яғни В ағысты табу үшін біз не істейміз? Ағыспен жүзгендегі жылдамдықты азайтамыз, ағысқа қарсы жүзгенде жылдамдықты азайтамыз да 2-ге бөлеміз. В ағыс қанша болады сонда? Ортақ бөлімге келтіреміз. 1 бөлінген 2 бөлінген 2 тең болады 1 бөлінген 12 көбейтілген 2-ден 1 бөлінген 20. Яғни ағыстың жылдамдығы бізде 1 бөлінген 24-ке тең болды. Енді қашықтықты қалай табамыз? Қашықтық деп тұрғанымыз ағыстың жылдамдығы табылды. Ағыспен жүрген уақыт бар бізде. Енді ара қашықтықтың бөлігін табу үшін, яғни В ағыстың көбейтеміз Т ағыспен жүргендегі. Солай ғой, тең болады. В бізде 1 бөлінген 24-ке тең, Т бізде 3-ке тең. Көбейтеміз, қысқартамыз. 8 1 бөлінген 8, яғни бөліне 3 сағатта А мен пункттың ара қашықтығын 8-ден 1 бөлігін жүріп өтеді екен. Келесі есеп 345-ші есеп оқулықтарыңыздағы, яғни өзен жағасындағы А пунктінен Б пунктіне сал жіберіледі. А пунктінен Б пунктіне. Дәл сол уақытта Б пунктінен А пунктіне теплоход шығады. 3 сағат өткеннен кейін теплоходпен сал кездеседі. Содан кейін тағы бір 12 минут өткеннен кейін теплоход А пунктіне жетеді. Табуымыз керек. Осы ара қашықтықты А мен Б пунктінің ара қашықтығын сал қанша уақытта жүріп өтеді деген сұрақ. Пункті болсын. Мынау бізде Б пункті болсын, да? А пунктінен Б пунктіне сал шығады. А Б пунктінен теплоход шығады. Енді 3 сағат өткен кезде екеуі кездеседі. 3 сағат мына жерде өттік. 3 сағат өткен кезде мына жерде екеуі кездеседі. 3 сағат өткен кезде. Енді тағы бір 12 минут өткен кезде А пунктіне теплоход жетеді. Енді қараймыз. 3 сағат өткен кезде екеуі кездеседі. Енді 12 минуттан кейін кездескен точкада кездеседі, мына точкада арғада сал кетіп қалып, теплоходта жүрді. 12 минут өткеннен кейін уже мына ара қашықтықты 12 минутта теплоход жүріп өтеді, А пунктына жетіп алады. Яғни теплоход салдың 3 сағатта жүріп өткен жерін теплоход 12 минутта жүріп өтті деген сөз. Пропорция құрастырамыз. Яғни теплоход 12 минутта жүріп өткен жолын, аралық 12 минутта жүріп өтті ма теплоход, ал сал оны 3 сағатта жүріп өтеді. 3 сағатта жүріп өтті. Ал теплоходтың 3 сағатта жүріп өткен жолын, мына жол ара қашықтықты, сал қанша уақытта жүріп өтеді? Белгісіз, соны тапсақ бізге жеткілікті. Яғни 3 сағатта жүріп өткен жолын теплоходтың сал қанша уақытта жүріп өтеді? Белгісіз. X-ті табамыз, яғни пропорция. X тең болады 3 көбейтілген 3 бөлінген 12. 12 минут қой, сағатқа айналдырсақ, ол бізде 1 бөлінген 5 сағат. Солай ғой, мына жерге 1 бөлінген 5-ті жазамын. Шадасып кетпейміз, мына жерде 1 бөлінген 5-ті жазамын. Тең болады, X тең болады 9 көбейтілген 5, 45 шығады. 45 сағат деген шығады. Яғни мына аралықты, яғни теплоход 3 сағатта жүріп өткен аралықты сал қанша сағатта жүріп өтеді екен? 45 сағатта жүріп өтеді екен. Түсінікті ма? Енді бізге сұрақ не? Бізде барлық уақытты табуымыз керек. Яғни А пунктінен Б пунктіне түгел жүріп өткендегі салдың уақытын табуымыз керек. Қараймыз, бізде мына жер 45 сағат болды, мына жер 3 сағат болды. Солай ғой? Мына жер 3 сағат. Мына аралықты 3 сағатта жүріп өтті, мына аралықты 45 сағатта жүріп өтті. Барлығы қанша болады сонда? 45-ке қосамыз 3-ті, 48 сағатта жүріп өтеді екен. Яғни теплоход 2 пункттың арасын 3 сағат 12 минутта жүріп өткен болса, сал оны 48
сағатта жүріп өткен. Мінекей достар, бүгінгі енді өзен ағысына қатысты күрделі есептердің бір үшеуін көрсеттім. Уақыттың тығыздығына байланысты сіздер шалықтырып алмайын деп, сіздерге түсінікті болды деген ойдамын, сіздерге пайда әкеледі деген үлкен сенімдемін. Сондықтан да менің каналыма тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, туған туысқандарыңызбен, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Келесі сабақта жүздескенше сау болыңыздар.